Бірақ біздің мақсатымыз не? Қазақстанға саналы, ойлау қабілеті мықты, ой өрісі кең, жаңа ұрпақ тәрбиелеп өсіру. Бала тәрбиесінде ата-аналар жиі жасайтын 5 қателіктердің тізімін келтіріп қойдым. Күнделікті өмірде мен өз көзіммен осы нәрселерді жиі кездестіремін. Қысқа нұсқа бұл қандай қателіктер және оның салдары қандай болуы мүмкін туралы бүгін айта кетейін. Ең бірінші қателік сенімін кетіру. Баланың сенімін кетіру деген қателіктің салдары болашақта өте ауыр болуы мүмкін. Егер бала сізге сенімін жоғалтып алса, ол болашақта сізді сыйламауы мүмкін. Ертең подростковый периодта көптеген проблемалар басталуы мүмкін. Ата-анаға сырын ашып айтпау, өтірік айту деген секілді. Сенімін кетіреміз біз баланың 2-3 жасар кезінен бастап. Мысалы, өте жиі кездестіреміз, баланы садикке апарған кезде, балам, сен садикке кір, мен сені ұйықтайтын кезде алып кетем. Өтірік па? Өтірік. Ұйықтайтын кезде біз алып кетпейміз, біз оны кешке бірақ алып кетеміз. Немесе мына жерде мороженое деп жазып қойдым. Сен кіре тұр, мен кеттім магазинге, қазір мороженое алып келем саған деп, баланы алып кеткен кезде мороженойды алып келмейсіз. Бұл сіз үшін ұсақ-түйек нәрсе, баланың есінде қалмайды ғой деп көрінуі мүмкін, бірақ осындай ұсақ-түйек нәрселерден баланың сізді қабылдауында, ата-ананың образында, менің ата-анам сөзінде тұрмайды деген образ қалыптасады. Сондықтан садиктен алып кеткен кезде мороженоймен келем дедіңіз, міндетті түрде мороженое алып келіңіз. Немесе мороженое ала алмай қалдыңыз, үлгермей қалдыңыз, пробка болып қалды. Мен алып келіп үлгермедім, жүр, бірге барып алайық деп, міндетті түрде сөзіңізде тұрыңыз. Кез келген ұсақ-түйек нәрседе балаға не уәде етсеңіз де сөзіңізде тұрыңыз. Сөзінде тұра білетін ата-ана болсаңыз, балаңыз сізді өте қатты сыйлайтын болады. Сіз баланың көз алдында өте мықты, сенімді авторитет ретінде қалыптасасыз. Тағы да баланың сенімін кетіріп алуыңыз мүмкін. Кішкентай балалармен әсіресе ұйықтап жатқан кезде кетіп қалу. Бұл баланың ішкі қауіпсіздік сезімін жоғалтуына әсер етеді. Яғни, бала ұйықтаудан қорқатын болады, тревожный бола бастайды. Қазір мен ұйықтап қалсам, оянғанда мамам кетіп қала ма екен, мамам мені тастап кетеді-ау деген бір ішкі қорқыныш пайда болады. Болашақта бұл баланың өз-өзіне деген сенімсіздікке алып келуі мүмкін, тревожность қалып келуі мүмкін. Тревожность деген уайымшыл адамдар болады ғой, андай үйбай-ай, анау қалай болады екен, үйбай-ай, мынау бүйтіп қала ма екен деген бір мазасыздық қалып келеді. Баланың ішкі состояниясы өте қатты бұзылады. Үйден кеткен кезде, мейлі балаңыз 6 айлық болсын, 6 жасар болсын, 2 жасар болсын, үйден кеткен кезде міндетті түрде балам, мен кетіп бара жатырмын, сау бол деп, есіктен шыққаныңызды көрсетесіз. Есіктен шығып бара жатып, бала қаншалықты жыласын, мен қайтып келем, балам қорықпа деп кетіңіз. Сол кезде басында жылайды, 1-2 апта жылауы мүмкін, бірақ балада сізге деген үлкен сенім қалыптасады. Мамам мен ешқашан тастап кетпейді, алдамайды, айтқан сөзінде тұрады деген, сізге деген үлкен сенім қалыптасады. Мынау үйден кету деген нәрсе баланың 1 жастан 3 жас аралығындағы психологияға байланысты. Бұл возрастта өте көп нюанстар бар. Негізі жалпы 3 жасқа дейін біз бала психологиясына өте аса қатты мән беретін возраст. Бұл туралы парақшамда басқа видеолар бар, кіріп қарап шығыңыз. Дәл қазір жоқ болса, демек кейін салынады. Күтіп парақшама тіркеліп қойыңыздар. Екінші қателік құлайсың деген сөз. Көп бала далада ойнап жүрген кезде, дворда, білмеймін, бір горканың үстіне шығып кетуі мүмкін, баспалдақпен, сонда ата-аналардың бәрі, "Ей, құлайсың, ойбай өлді анау" деп айта бастайды. Бұл өте қауіпті сөз. Бұның астарында бала сіз құлайсың деп оған қамқорлық көрсету мақсатымен айтып жатсаңыз, бала "Мен саған сенбеймін, сенің қолыңнан ештеңе келмейді, ой, сен сорлысың, өстіп жүріп бірдеңеге ұрынасың, сен неудачниксің" деген нәрсені қабылдайды. Сондықтан құлайсың деген сөздің орнына "Балам, абайла, балам, мына жер тайғанақ, мықтап ұстан" деген позитивный сөздер арқылы баламен тілдесіп үйреніңіз. Бала құлап қалған кезде ата-аналар не істейді? Өлді, ойбай, айттым мен саған бағанадан, құлайсың деп. Демек, вы тут подтверждение даете, что сен қолыңнан ештеңе келмейді, сен әлсіз бейшара, сорлысың, айттым ғой сен сорлысың. Болашақта бұл қандай нәрсеге алып келеді? Баланың өз-өзіне деген сенімі
құлдырай бастайды. Және ересек адам болған кезде біз көптеген қателіктерге ұшыраймыз. Болашақта ересек адам болған кезде балаңыз бизнес ашуы мүмкін. Бизнес ашқан кезде ол банкротқа ұшырап кетуі мүмкін. Мысалы, сол кезде егер сіз оны құлайсың, айттым ғой деген сөзбен тәрбиелесеңіз, я, мен біліп едім бала кезден мен осындай қабілетсіз адаммын, әлсіз адаммын, мен қолымнан ештеңе келмейді деген түсініктер қалыптасып, бала дұрыс ойланбайды. Сөйтіп, балаңыздың жетістікке деген құлшынысын сөндіріп алуыңыз мүмкін. Құлап қалған кезде анализ жасап үйретіңіз. Егер сіздің балаңыз ойлау қабілеті, аналитическое мышлениясы дамыған бала болған қаласаңыз, құлап қалған кезде балам жылап болады ғой, әбден жылап болған кезде, балам неден құладың, қалай ойлайсың? Аяғым тайып кетті, келесіде аяғыңды анық бас, келесіде қолыңмен мықтап ұстан деп анализ жасауды үйретсеңіз, ертең ол бизнес ашып жатқан кезде банкротқа ұшыраса, мен неудачникпін, мен қолымнан келмейді деп ойланбайтын болады. Оның орнына ол қандай қателіктер жасап қойдың? Давай анализ жасайыншы. Маркетингті қолға алмадым. Жаңа клиенттердің қайдан келетінін қадағаламадым. Сервисім нашар болды, клиенттерді ұстап қалу техникаларын қолданбадым деп анализ жасау арқылы ол құлайсың деген емес, менің қолымнан бәрі келеді деген ішкі сеніммен өседі де, өте жетістікке деген құлшынысы және қабілетті мықты болады. Өте биік асуларды бағындыратын бала болып өседі, Құдай қаласа. Сондықтан құлайсың деген сөзді абайла. Мен саған сенемін, құлап қалдың ба, және тағы бір рет попробуй, келесіде сенің қолыңнан барлық келеді. Тағы бір рет жасап көр, ешкім біліп туған жоқ бұл өмірде. Бәріміз де құлағанбыз, бәріміз де қателескенбіз. Адам баласы болған соң бәріміз қателік жасаймыз, қане тағы да көр. Осы сөзді жиірек айтыңыз. Құлайсың деген сөзді лексиконнан мүлде сызып тастаңыз. Келесі, қалжыңдау. Бұл да бір жиі кездеседі. Неліктен екенін білмеймін, ата-аналар баланы анандай, ой, есінде қалмайды, ой, қалжың ғой деп өте дөрекі қалжыңдар айтады. Бұл жерде мысал TikTokта қазір хип болып жүр. Анау баланың аузына одуванчик бар ғой, соны аузындашы деп аузына одуванчикті бірақ шығады, ха-ха-ха деп қарқылдап күледі. Баланың өз-өзіне деген сыйластық сезімін кетіреді бұндай қалжыңдар. Баланы мазақ қылып, кекетіп, ой, түрін қараш, ойбай маймыл. Бұның бәрі сіз үшін бір күлкілі қалжың болып көруі мүмкін. Апа менікі, бермейін саған апаны. Сіз балаға сені сыйлаймын деген посыл бермесеңіз, бала өзін-өзі сыйлауды үйренбейді. Сондықтан, егер балаңыз саналы, дана адам болып қалыптасқан қаласаңыз, бала кезден бастап міндетті түрде сыйлауды үйреніңізші. Сіз баланы сыйлап үйренсеңіз, ересек, үлкен адам, бір сыйлы, құрметті адам ретінде балаға туылған сәттен бастап қарасаңыз, оның өз-өзіне деген сыйластығы мықты болады, және сізді де өте қатты сыйлайтын болады. Келесі қателік ұрысу, түсіндірусіз деп жазып қойдым. Біздің балалар кішкентай кезінде өте көп нәрсені білдіреді. Бұл жерде мысал ретінде менің балам туалетке пластиковый бутылкаларды ағызған екен. И бір күні дәретке отырып туалеттен шығып келе жатсам, ана туалеттен бүйтіп кәдімгідей боқ көтеріліп, сыртынан ағып төгіліп, туалетімнің бәрі потоп болды. Не болды десем, балам ол жерге пакет ағызған, бутылка ағызған. Көп ата-ана не істейді ол кезде? Баланы алып келеді, мынауың не? Мынауың не иттің баласы? Не істедің? Неге иттің деп айғайлап ұрып, баланы әбден анандай жазалайды, я, ұру арқылы, ұрысу арқылы. Не істедің? Мынауың не деп ұрсады? Бала қайдан білсін не істеген? Бала көреді, біз күнде туалетке тұшамыз. Демек, ол бір отходты ағызатын жер. Демек, не үшін біз мусорды шығарамыз? Мен баламнан сұрадым, балам неге өйтіп жасадың деген кезде, мам, сендер какой-то ақымақ екенсіңдер, біз не үшін мусорды далаға шығарамыз? Туалет тұр ғой, туалетке ағыза бермейміз ба мусорды деп, бала логически ойлап тұр, баланың ойлау қабілеті дұрыс болып тұр бұл жерде, өйткені ода ондай ақпарат жоқ. Мынаның ішіне андай қатты нәрселерді ағызған кезде бітеліп қалады, ол оны қайдан білсін? Пластиковый трубаның не екенін қайдан білсін? Сіз оған түсіндіріп айттыңыз ба?
айтқан жоқсыз демек, ол үшін туалетке мусор ағызу деген нормальный нәрсе болып тұр. Сондықтан бұндай жағдайда баланы шақырып аласың. Балам, қара, сен туалетке пакет ағызыпсың, бутылка ағызыпсың. Бұның бәрі бітеліп, труба бүйтіп майысып келеді, мынау қисайған жеріне келіп бітеліп қалды. Ары қарай біздің боғымыз ақпай қалды да, боқ үстіге көтеріліп, міне бөлменің, туалеттің ішінің бәрі боқ болды, көрдің бе? Осындай салдары болады. Бұл нәрсе түсіндіру арқылы ұрысу. Бұл жерде ұрысу емес, даже түсіндіру, причинно-следственная связь деген нәрсені қалыптастырады балада. Мен бүйтіп істесем, ол мынандай нәтижеге апарып соқтырады. Егер мен жақсы амал жасасам, жақсы нәтиже алам, мынандай амал жасасам, осындай нәтиже алам. Жаман деген сөзді қолданғым келмей тұр, бірақ әрбір сенің іс-әрекетіңнің салдары болатынын түсіндіру керек балаға. Оны қалай түсіндіресіз? Бала қателік жасаған кезде оған ұрысудың орнына түсіндіру. Неге бұл жаман әрекет? Неге бұлай жасауға болмайды? Бұлай жасасаң не болады? Мысалы, бала маркермен қабырғаның бәрін сызып шимайлап тастауы мүмкін. Көп ата-ана не істейді? Ұрысады. Екіншінде өстіп істесең жаның шығарам деп. Неге өйтуге болмайды? Міне маркер. Міне қабырға, міне жазып тұр. Неге өйтуге болмайды? Міне болады ғой, жасалынып тұр ғой. Балада болмайды деген түсінік болмайды да. Міне жаздым ба маркермен, у меня получилось, значит можно. Почему нельзя? Өйткені бұл кетпейді. Балаға осылай түсіндіресіз. Міне қара, тряпкамен сүртем, кетпейді бұны. Енді маған бұны бояу керек. Біз мына мебельді әдемі болып, таза болып тұру үшін қолданамыз. Бұл шкафты мен жақсы көрем. Мен бұл шкафты іздеп жүріп, ұзақ уақыт бойы іздеп жүріп сатып алдым. Сен өстіп сызған кезде бұл шкаф әдемі емес болып қалады. Некрасиво болып қалады. Балам, қабырғаға сызба, мебельге сызба. Мынандай міне қағаз бар, дәптер бар, осыған сызып жаз деп түсіндіресіз. Осындай әрекетті қолдансаңыз, байқайсыз, балаңыз өте ақылды, түсінігім бол, ой өрісі кең адам болып өседі. Қолданып көріңіз. Ұрысудың орнына түсіндіру. Яғни, ұрысу деген сөзді лексиконнан алып тастайсыз да, барлық сіздің воспитательный процессіңіз түсіндіру. Үйді өртеп жерсе де түсіндіресіз, неге үйді өртеуге болмайды. Қалай өртенді ол үй? Мысалы, сіріңкемен ойнауға болмайды. Сіріңкені алсаң жаның шығарам. Білмеймін неге екенін, көбі осылай қорқыту арқылы тәрбиелейді. Қорқыту арқылы тәрбиелеуге болады, бірақ ол кезде сіз қорқақ, өз-өзіне сенімсіз адамды тәрбиелеп өсіресіз. Бірақ біздің мақсатымыз не? Қазақстанға саналы, ойлау қабілеті мықты, ой өрісі кең, жаңа ұрпақ тәрбиелеп өсіру. Ондай ұрпақты тәрбиелеу үшін біз қорқыту деген нәрсені жалпы алып тастап, түсіндіру деген нәрсеге алып келсек, мы вырастим разумных, думающих личностей. Келесі, елдің көзінше сырын ашу. Бұл да баланың сізге деген сенімін кетіретін нәрсе, және самооценкасына өте қатты зардабын келтіреді. Елдің көзінше, мысалы, мен балам бір қыз жақсы көріп қапты ғой. Ойбай, кеше бар ғой, далаға шықсам, ана қызға гүл апарып жатыр. Сізге бұл қызықты нәрсе болуы мүмкін, бірақ интимный нәрсе, білмеймін, сіз құрбыңызға сырыңызды ашасыз ғой, мен кеше Азаматты жақсы көріп қалдым, Азамат маған гүл сыйлады. Құрбыңыз елдің көзінше, ой, мына Динара бар ғой, Азамат жақсы көріп қапты. Кеше оған Азамат гүл әкелген ғой, Динара өліп жүр ғой, ойбай, Азаматқа әбден басы кетіп, ғашық болып қапты. Күлкілі ма сізге? Приятно будет, егер сіздің сырыңызды жақыныңызға сеніп айтасыз, құрбыңызға, білмеймін, бір жақын адамыңызға сеніп ашасыз сырыңызды, ол баратта елдің көзінше, балаға қызықты болып көрінуі мүмкін сізге. Бірақ ешқашан елдің көзінше баланың сырын ашпаңыз. Бұл да өте маңызды ереже. Бала тәрбиесінде жасауға болмайтын ең маңызды 5 нәрсе осы. Видео ұнаса парақшама тіркеліп, алда жаңа видеоларды күтіңіздер.